Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге осындай өте жеңіл, дәмді әрі тойымды салат рецептісін ұсынамын. Ең алдымен 40 қабатты алып, осылай видеода көрсетілгендей ұзынша етіп жұқалап тураймыз. Барлығын турап болғаннан кейін таза құрғақ ыдысымызға салып, оны жұмсару үшін қолымызбен осылай бірнеше рет басып шығамыз. Шұжықты алдымен осылай дөңгелектеп бөліп, артынан оны да ұзынша етіп тураймыз. Туралған шұжықты 40 қабаттың үстіне саламыз. Қиярды да дөңгелектеп турап, артынан оны да ұзынша етіп тураймыз. Туралған қиярды да қосамыз. Ірімшікті алып, оны алдымен осылай бөлшектеп бөліп алған соң, оны да артынан ұзынша етіп жаңағыдай тураймыз. Оны да ыдысқа саламыз. Жүгеріні қосып, дәміне қарай майонез, тұз және бұрышты саламыз. Барлығын жақсылап қасықпенен араластырамыз. Салат дайын, енді оны арнайы салат салатын ыдысымызға саламыз. Осындай әдемі, тартымды, бірден көзге түсетін, керемет жеңіл әрі оңай жасалатын тойымды салатымыз осыменен дайын. Оны қонақтарға ұсынып, дәмін көре берсеңіздер болады. Кез келген отырыстың сәнін келтіретін, басы өте жеңіл, бар ингредиенттерден жасалатын керемет салаттардың бірі. Дәмі өте дәмді болып шығады. Сіз де дәл осылай жасап көріңіз, сізге де ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған күлім. Видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау көрсеткендеріңізге алғыс білдіремін. Астарыңыз дәмді болсын.